Алғаш рет Тараз қаласында 7-8 сынып оқушыларына арналған Мұхтарбай Өтелбаев атындағы математикадан республикалық ойлан тап олимпиадасы өткізілді. Білім сайысының қорытынды кезеңіне еліміздің түкпір-түкпірінен 150 талантты оқушы, 50-ге жуық команда жетекшілері, қазылар алқасы мен арнайы қонақтар қатысты. Олимпиаданың басты мақсаты оқушылардың математикаға деген қызығушылығын арттыру, теориялық білімдерін тереңдетіп, практикалық дағдыларын жетілдіру және дарынды оқушыларды қолдау. Қазылар алқасының шешімімен үздік деп танылған оқушылар бірінші, екінші және үшінші дәрежелі дипломдармен, медальдармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Абсолютті чемпиондар: Сауырбаев Дінмұхаммед, Алматы қаласы; Нұрорда Алматы мектеп-лицейі; Күнғожин Абзал, Алматы қаласы республикалық физика-математика мектебі. Бұл оқушыларға The Ulutau Educational Foundation қорының атынан iPad планшеттер табысталды. Ең үздік команда 2025 атағын Ақтөбе облысы жеңіп алды. Таразда Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлованың 100 жылдығына және 1941-1945 жылдары Ұлы Отан соғысы жеңісінің 80 жылдығына арналған облыстық айбын әскери-патриоттық байқауы өтті. Іс-шараның мақсаты өскелең ұрпақты патриоттық және әдептілік рухында тәрбиелеу, жастар арасында отанға деген сүйіспеншілік пен азаматтық жауапкершілік сезімін қалыптастыру, сондай-ақ әскери-патриоттық клубтар жұмысының сапасын арттырып, балаларды қосымша білім алуына жағдай жасау. Аталған байқауға облыстың барлық аудандары мен Тараз қаласындағы білім беру ұйымдарының жұмыс істейтін әскери-патриоттық клубтарының 14 пен 17 жас аралығындағы тәрбиеленушілер қатысты. Жалпы саны 180 оқушылар мен білімгерлерді қамтыған 12 команда түрлі әскери сайыстарда бақ сынасты. Байқау нәтижесінде жалпы командалық есепте Жамбыл политехникалық жоғары колледждің командасы бірінші орынды иеленсе, екінші орынға Тараз қаласындағы нөмірі 17 орта мектептің оқушылары тұрақтады, ал Қордай ауданының нөмірі 32 орта мектебі үшінші орынды жеңіп алды.